Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін жаңа әңгіме. Сезімдер бағы, танысу. Астана қаласының күзгі желі. Жаңбырлы таңдары әр адамды өз ойына батырып, әлде бір сәтсіздіктер мен үміттерге толы болар еді. Бірақ осы қаланың бір кафеханасында өмірінің жаңа белесін бастау үшін алғаш рет өзіне сенім артқан аяулым отырды. Қолындағы жазу дәптері мен кофе ішіп отырып, оның ойы тереңдеді. Қала өмірі, жаңа жұмыс, жаңа адамдар, барлығы да қызық, әрі алаңдатырлық болып көрінді. Бірақ ол үшін ең бастысы өткенін ұмытуға тырысу болды. Аяулым көп уақыт бойы өз жүрегін тыныштандыруға тырысты. Қаланың жаңа тынысымен танысу, өзінің орнын табу, осының бәрі қиындықтар мен мүмкіндіктерге толы еді. Оның өмірі өзгерген, бірақ кейде ол өз-өзіне өзі күмәнданатын, тіпті қорқатын сәттерді де сезінді. Бір күні кофеханада жұмыс істеп жүргенінде есік қоңырауы сыңғырлап, әлде бір адам кірді. Бұл Нұртас еді. Нұртас кофехананың тұрақты келушісі. Әдетте ол жиі келіп, ұзақ уақыт жазып отыратын. Ол өзінің жазушылық жұмысына берілген адам болатын. Сырт көзге алға қойған мақсатынан басқаны ойламайтын. Бірақ осы жолы есіктен кіргенде ол бір түрлі көңіл күймен бірдеңе іздегендей көрінді. Аяулым оның келетінін сезген жоқ. Ол өзін таныс емес адаммен кездестіретіндей дайын болған емес. Бірақ сол сәтте Нұртас кофехананың ішіне кіріп, аяулымның алдына жақындап келгенде, оның жүзінен бір түрлі қызығушылықты байқады. Екеуі бір-бірін қапелімде емес ұзақ уақыт қарады. Жанарлары кездесті. Сол сәтте әлде қандай бір байланыс пайда болғандай сезілді. Нұртас жай ғана күлімсіреп, «Сіз жаңа ғана жұмысқа тұрдыңыз ба?» деп сұрады. Аяулым абдырап, «Иә, мен жаңа ғана келдім. Әдетте бұл кофеханада жұмыс істеймін» деп жауап берді. Екеуі әдеттегідей қысқа әңгіме айтып, бір-біріне көз салып күлімсіреп қоштасып шықты. Бірақ сол сәтте не болғанын аяулым да, Нұртас та түсінбей, өз ойларымен қайта қарады. Екінші бөлім, бірінші қадам. Аяулым кофеханада жұмыс істеп отырып, күндердің бірінде өзінің ішкі сезімдерімен күресуге мәжбүр болды. Оның ойы күннен күнге Нұртасқа көп көңіл бөлетін болды. Ол бұрын тек ұяң, қорқақ бола отырып, қарым-қатынастарда ешқашан бірінші қадам жасауды қалаған жоқ. Бірақ бұл жолы ол басқаша сезінді. Бір нәрсе оны өзіне жақындатуға мәжбүр етті. Ол Нұртасқа өткенде айтқан сөздеріне қайта оралып, жазушының көзіне тағы бір рет қарап, оның жазғандарына жаңа бір көзқараспен қарай бастады. Сол күні кофеханада Нұртас жоқ болатын. Бірақ оның үстелінің жанында бір парақ жазылған еді. Аяулым оны байқап парақты алып оқыды. Бұл Нұртас жазған жаңа шығармасының үзіндісі екен. Ол былай деп жазылыпты: «Сен бұл қаланы алғаш көргенде оның сырын түсінуге ұмтылдың. Бірақ оны түсіну үшін сезімдеріңді тыңдау керек. Өйткені тек жүрекке сену арқылы ғана шынайы махаббатты табасың». Аяулым таң қалып, бұл сөздер оның жүрегінде ерекше орын алды. Ол өзіне сұрақ қойды: махаббатқа сену деген не? Бұл тек сезімдерге ғана бағынады ма? Ол бір түрлі күйде отырып, Нұртасқа өзі жақындау керек деп шешті. Кешке кафехананың есігін ашып, Нұртас кіргенде, аяулым өзін әрдайым жасқаншақ сезінетін бір сәтті өткізіп жатты. Ол жақындап күлімсіреп, «Сіз мені түсіндіңіз бе? Сіздің жазғандарыңызда мен өзімді сіз көргендей болдым», деді. Нұртас бір сәт үнсіз қарап, содан кейін жай ғана күлімсіреп, «Бәлкім сіздің ішкі сезімдеріңіз менің жазғандарыммен үндесіп тұрған шығар», деді Нұртас сыбырлағандай дауыспен. Кейде біз біреуді алғаш көргенде емес, оны жүрегіміз бұрыннан танығандай сезінеміз. Аяулым бұл сөздерден жүрегі дір ете түскендей болды. Ол Нұртасқа қарады. Оның көзінде қорқыныш жоқ, тек шынайылық, ашықтық, ерекше бір жылулық бар еді. Сол сәтте аяулым өзіне бұрын қоймаған бір сұрақты қойды. Неге мен бұл адамнан қорықпаймын? Неге оған ашылғым келеді? Ол терең дем алып, мүмкін менде жүрегімді тыңдағым келетін шығар, деді. Нұртас жұмсақ жымиып, онда тыңдаңыз, ол сізді алдамайды, деді.
Екеуінің арасында үнсіздік орнады. Бірақ бұл үнсіздік ауыр емес еді. Керісінше екеуіне де керек, екеуіне де жақындата түсінетін тыныштық болатын. Аяулым үстелдің шетіне қолын қойды. Нұртас та өз қолын жай ғана қоя салды. Екеуінің саусақтары қайта жанасып қалды. Бұл жолы кездейсоқ емес. Аяулым көзін төмен салды. Бірақ күлімсіреп, сіз әр келген сайын бірдеңе іздеп жүретіндей көрінетін едіңіз. Бүгін соны таптыңыз ба деді. Нұртас оның жанарына тік қарады. Иә деді ол жай ғана. Таптым. Не деп сыбырлады аяулым. Жауабымды деді Нұртас. Нені іздеп жүргенімді енді түсіндім. Аяулымның жүрегі бұрын соңды болмағандай тез соға бастады. Ол тіпті неге толқып тұрғанын түсінбей де қалды. Бірақ бір нәрсені анық білді. Бұл сөздер жай айтылмаған. Кафехананың ішінде баяу әуен ойнап тұрды. Адамдар өз істерімен әлек. Бірақ екеуінің әлемі дәл сол сәтте бөлек еді. Жабық, жылы, тек екеуіне арналған әлем. Нұртас бір сәт ойланып, кенеттен тағы бір сұрақ қойды. Аяулым, сіз маған сенесіз бе? Қыз басын көтеріп ойланбастан жауап берді. Сенемін. Осы бір сөз екеуінің арасындағы шекараны толық алып тастады. Нұртас орнынан баяу тұрып оған жақындады. Онда мен сізді қаланың бір жеріне апарғым келеді. Мен жиі баратын, ой жинайтын, өзім ғана білетін орынға. Мүмкін сізбен бірге ол жер басқаша көрінер. Аяулым басын изеді. Жарайды деді ол. Мен дайынмын. Екеуі сыртқа шыққанда қала шамдары жаңа жанған болатын. Жел де жылы, ерекше. Сол түні олардың өмірі бұрынғыдай болмайтынын екеуі де сезді. Бұл бір нәрсенің бастамасы еді. Менің сүйікті оқырмандарым, Нұртас пен аяулымның махаббаты әрі қарай не болатынын білгілеріңіз келсе, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.